Алшаттық шеңбері ұйымдастыру кезеңінде бастаймыз. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Жақсы, рахмет. Енді ұйымдастыру кезеңімізді ары қарай өз топтарын қазір сұрақтар келіп кесте бойынша алыңдар. Отырағыңыз алып топтарымен бәрін алып отырайық. Құрастырып суреттерімізді. Отырыңдар. Отырайық. Қолымызды құрастырып. Ұйымдастыру кезеңімізде сәттілік, енді жаңа түгелденіп отырып, қолымыздағы қарайып, тақырыбымыздағы жаңа сабақтар ұйымдастырып алайық. Топқа бөлдік, қараймыз. Одан кейінгі тақырыбымызға жаңа сабағымыз негізі мидың құрылысымен қызметін, мидың құрылысымен және үй жұмысын біріншіде ұйымдастыру арқылы, үй жұмысында тобымызда қандай топқа біріктік, жасуша тобы екен. Бірінші, екіншілеріміз сөз білгемен біріккен кезде мүше тобы, мүшелерді құрастырықты, мүше топтары. Одан кейін ұлпа тобы. Ал кішкене өздерінің топтарын туралы бір сөздермен ұлпа тобы қандай ұлпа екен? Тұра байқап кетейік, ұлпа деген құрылысын. Ұлпа шығу тегі бірдей, атқаратын жұмыстары бірдей жасуша тобы. Дұрыс. Тағы ұлпаға қосамыз ба? Ұлпа жануарларда түрде болады, өсімдіктерде алты түрде. Жақсы. Ал соған екінші нені байқаймыз. Топ аттарын жазып, оқшыларын алып, дәптерлер ашыңдар, нұсқа көрімдік, әрі бірінші, екінші, үшінші, бір, екі нұсқаны берілгендер тестеді. Ауыстырында дәптерлерін тестес, дәптер сояқын өз-өзінен. Жақсы. Балдар майқасында сен маған мен саған деп бір-біріне сұрақтарды берді, ашып сарап. Қозғалғышпен өткізгіштік. Қосамыз бар, жүйке жүйесі қызметінің мақыл. Сұрақтарында бұл топтың жүйке жүйесінің негізгі рөлі қандай екен? Қозғалтады және өткізеді мақыл. Екінші топтың сұрақтарымыз өздері жауап бердер. Адамның жануардан айырмашылығы қандай? Адамның жануардан айырмашылығы адам ойланады, намыстанады және еңбектене алады. Дұрыс. Ойланады, еңбектенеді. Мидың ұжымын орталық жүйке жүйесін құрайды. Адам миы ақпараттың үлкен көлемін қабылдап, оны өткізуге қабілетті күрделі мүше. Ми бас сүйек қуысында орналасқан. Мидың салмағы 1300-1400 грамм. Ол дегеніміз ағзаның жалпы салмағының 2% құрайды. Ал адам жұмыс істеген кезде энергия 25% жұмсайды. Адам баласының ми құрылысы 35 миллиард жасушадан тұрады. Әрбір жасушаның атқаратын өз қызметі бар.
Мидің жаңа видео сабағында есте көрді. Енді осы құрылысына қарап мидің ерекшеліктерін постер қорғауды бастаймыз. Алдарында өздерінің мидің құрылысына қарап постер қорғаймыз. Мидің бөліктерінен кітапты шетке қоямыз, постерлерді ашыңдар, соған сұрақтарды мидің құрылысын жабыстырып, постер қорғаймыз. Ал, қойып, белгілеп, біріншіге мидің үлкен ми сығарлары мен мишық туралы жазыңдар. Бірінші топ ми үлкен ми сығарлары мен мишықты. Екінші тобымыз аралық ми мен ортаңғы миді бастаңдар. Үшінші тобымыз ми көпір мен сопақша мидің қызметін бастаймыз. Ал бастаймыз. Мен де сөйлесін айта бересің. Таразышпен жазады. Үлкен ми сыңарлары адамның миы негізгі 3 бөлімнен тұрады. Адамда алдыңғы үлкен ми сыңарлары басқа бөлімдерден әлде қайда ерекше болады. Және бізде мишық олар жүлгелі мен емдерден тұрады. Үстіңгі қабаты тістеп отырған сопақша ми мен ми көпірінің артқы жағында жатады. Жақсы. Келесі бізде мидың төменгі жағында сопақша және аралық ми орналасады. Сопақша ми дегеніміз бұл жолының жалғануы, сондықтан олардың құрылысы мен қызметі ұқсас. Ал аралық ми дегеніміз аралық ми арқылы үлкен ми сыңарларының қыртысынан барлық рецепторлардың қабылдаушылар, көру, есту, тері, дәм сезу және тағы басқалар инпуттер көп түседі. Температураны реттейтін аралық ми. Мидың ең үлкен бөлігі үлкен ми сыңарлары. Мидың төмен жағында сопақша және аралық ми орналасқан. Жарайсыңдар. Тағы қосамыз ба? Жақсы, отырамыз. Ол жақсы. Ал Ортаңғы ми жарық пен дыбысқа елең етіп жылдам реакция көрсетуді қамтамасыз етеді. жарайсың, дұрыс. Көпір арқылы қозуды ортаңғы мен аралық ми және үлкен ми Сыңарларына өткізеді. Қозуды тағы қосамыз ба? Жалпы аралық ми ол температураны сақтауға қатысатын ми екен. Мишық қорытындылай келе мидің барлық бөліктерімен танысып алды. Тепе-теңдікті сақтайтын мишық болды. Аралық мида температураны сақтайды. Сопақша ми тынысалуға қатысатынын біліп отырсыздар. Мидің құрылысы мен қызметін жақсылап оқып береміз. Мидің құрылысын және мишығына кестені толтырасыздар балалар. Ал. Бұл жас болғандан салақ не қыламыз? Қазынаға салайық. Қайсына ұнағанын танитын? Өздерінің қайсысын береді? Іштерді салынып қалды. Ұнағандар қайсына осы салып ойланып. Сонымен тапсырманы біліп алдыр, дәптеріңе жазып қойыңдар, тапсырма параграфты 41-ді жақсылап оқып келеміз. Сау болыңдар. Ал топ басшыларымыз өздерінің білім деңгейлері қанша бағаланған, кім қанша тесттен сұрақ жауаптың бәрі бағаланып бір топ бар. Біздің топтың аты Жансуша болады және бізде бірінші Ерсұлтан. Ерсұлтан тесттен бізде 5 балл алды, ал сұрақтан 4 балл. Жаңа сабақтан 5 балл алды, қорытындымен бізде Ерсұлтанда 14 балл. Және Нұрман. Нұрманда тесттен 5 балл, сұрақтан да 5 балл және жаңа сабақты да 5 балл алды. Сонымен қорытындылар келсек, Нұрманның барысы 15 балл. Марленде тесттен 5 балл және де сұрақтардан 4 балл, ал жаңа сабақта 4 балл алды. Осылайша қорытындасақ, Марленнің баллы 13 балл. Ал мен тесттен 5 балл алдым, сұрақтан да 5 балл және жаңа сабақтан да 5 балл алдым. Қорытынды келсек,
Жарайсыңдар. Дұрыс. Бұл тобымыздың өз деңгейінде бағаланды. Ал Тоғжан өздерінің топтарының бағасын қорытындылап кетсе. Нұркелді тесттен 5 барлық сұрақтарға жауап берді. Сұрақтардан 4 балл алды, жаңа сабақтан 5 балл алды. Қорытындылай келсек, 14 балл болды. Ақмарал сұрақтардың барлығына дұрыс жауап берді, 5 сұраққа жауап берді. Жаңа сабақтан 4 балл алып, 14 балл алды. Ақерке тесттен бәріне жауап берді, 5 балл алды. Сұрақтардан 3-еуіне жауап берді. Жаңа сабақтан 5-еуіне, қорытындылай келсек, 13 балл алды. Мен сабақ тесттің барлығынан жауап бердім. Сұрақтардан 2 сұраққа жауап беріп, жаңа сабақтан 4 балл алып, 11 балл алды. Жарайсыздар. Дұрыс. Екінші тобымызда бітті. Үшінші тобымызда ұлпағымыз және бізде бүгін сабаққа белсенді жатқан өзінде ол тесттен 5 балл алды, барлық сұраққа дұрыс жауап берді. Сұрақтан 4 балл, жаңа сабақтан 5 балл, қорытындыға келсек 14 балл алды. Ал Медина тесттен 5 балл, сұрақтан 7 балл, жаңа сабақтан 5 балл, қорытынды 16 балл. Арай тесттерден 5 балл алды, барлығына жақсы жауап берді. Сұрақтан 3 балл, жаңа сабақтан 4 балл, қорытындыға келсек 12 балл алды. Шарапат тесттен 3 балл алды, 5 балл алды, сұрақтан 5 балл алды, жаңа сабақтан 1 балл алып, қорытынды 10 балл болды. Аржан тесттен 5 балл, сұрақтан 5 балл, жаңа сабақтан 3 балл, қорытынды 13 балл. Жақсы, өз балдарыңды, білім деңгейлеріңді одан да жақсы көтеруге тырысыңдар. Бүгінгі сөйтіп мидың құрылысын біліп алдық. Барлық балдар мүше, жалпы біздің миымыз ұйықтасақ та демалмайды екен. Негізі қызықты мәліметтерді жинап келесі сабақта үй жұмысын жақсылап тұрып, оқып, кестені сызып келеміз. Жарай ма?